Қазақстанға келгенде кейбір кемшіліктерді көріп қалдым. Ренжімесеңіздер айтайын. Елге келген уақыттың ішінде көптеген жерді арладым. Бауырларымызбен кездестім. Сөйтсем, көптеген бауырларым тіл білмейді екен. Біз тіл білмейміз деп жүрсек, Қазақстанға келіп тіл үйренеміз деп жүрсек, осы жердегі қазақтардың өздері тілден айырылып қалыпты. Ендеше біз кіммен үйренеміз? Тіл өте күшті нәрсе. Тіл жоғалса, ел жоғалады. Дін де солай. Дінімізді жоғалтып, Құдайымызды танымасақ, мұсылмандықтың шарттарын ұмытсақ, біз онда әкемізді де, шешемізді де сыйламаймыз. Дәстүр ұмтылса, осы дәстүрді бізге жеткізген бабалар да ұмтылады. Тіл, дін және дәстүріміз бір болуы керек. Бізден кейін де ұрпақ қалады. Оларда күнә жоқ. Мұстафа Өзтүрік. Бүгінде Өзтүрік бастаған жолда 10 мың спортшы бар. Тек барды кезінде қадірлемедік. 1995 жылы Мұстафа жұмбақ жағдайда бақилық болды. Бейресми ақпарға қарағанда спортшыға у берілген. Бұған қатты ренжіген анасы ұлының сүйегін Қазақстанға жерлетпей, кері Түркияға әкеткен еді.